Бүгінгі тақырыбымыз рухани жаңғырудың жарқын жолы. Рухани жаңғыру ата-ана баласының оның ішкі әлемінің жаңаруы, сана сезімі жаңа өзгерісті қабылдай білуі. Рухани жаңғырудан өркениеттің өрге жүзуімен байланыстырамыз. Тарихи сахнасына көз жүгіртсек, өскен ұлттың өрби түсуіне осы рухани жаңғыру дәлел. Көне замандағы көрікті қалаларымыз, сән-салтанатты таласқан озық ескерткіштеріміз, мәдени мұраларымыз біртұтас айғақ болып табылады. Елбасымыз рухани жаңғырудың бірнеше жетістіктерін ұсынады. Бәсекелестік қабілеті, ғаламданудың жаһандық жүйесіне еніп, 21 ғасырдың талаптарына дағдылануына, қамына кірісу сапалы табысты кілт екенін атап айтты. Ұлттық бірегейлік сақтау елбасымыздың 3-ші қағидасына ұлттық код, яғни халқымызға тән салт санамыз, асыл мәдениетіміз бұлардың барлығы бойымызда жалындап, үні шырқап тұруы баса айтты. Сонда ғана алға басулар болатынын ескертті. Білімнің салтанат құруы қазіргі таңда білім бағдарламаларының еліміздегі ұтымды үлес қосып келе жатқанын атап келіп, табыссыз ғана білімді болашақ жастардың қолында екенін баса назар аударды. 20 ғасыр қасиеттерін қаперімізге сақтап, одан сабақ алу және де дүрбелең туғызу экономикалық күйреуге алып келетін қазіргі кезде болып жатқан әлемдік толқыныстардың мысалға келтіреді. Революциялық өзгеріс емес, эволюциялық жаңару арқылы келуіміз керек екенін ой қорытты. Қорыта айтқанда, бұл елбасымыздың ұтымды қағидасы халқына деген үндеу өсиеті деп білемін. Ішкі руханиятымыз арқылы сыртқы өзгерістерді жақсы жағына қабылдап, жаңғырудың даңғыл жолына түсуге көшбасшымыздың болашағына бізге дара жол көрсетті. Осы соқпақтардың қалай өту керектігін айтып бағыт-бағдар береді. Ендеше көкжиектен ауытқымай, ұлт көшбасшыларымыздың өскелең ұрпаққа меңзеген дара жолымен биік шыңдардан бағындырайық. Сен қойытындан Рахмет, сау болыңыздар.